бір жасағаннан шығатын осындай өте тәмді жұмсақ блини жасаймыз. Алдымен жұмыртқаға, егер жұмыртқаңыз үлкен болса 2, кіші болса 3, тұз, қант салып, әбден араластырамыз. Сосын оған сүтті, сұйық майды құйып, тағы да араластырамыз. Ал егер сізде разрыхлитель болатын болса, онымен бірге саласыз. Ал егер ас содасы болатын болса, бір шай қасық толтырмай, оған сүтпен гастетіп алып, қосып жібереміз. Араластырамыз. Сосын ұнды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосып отырып, іртік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз, қыздар. Сосын қайнап тұрған ыстық суымызды қамырдың үстінен құйып, оны да аз-аздан құйып отырып, араластырамыз. Бір келкі масса болу керек, сұп-сұйық масса шығады. Міне біздің массамыз осындай болды.